Assalamu alaikum. Мен жаңа бір өзім болғаннан кейін мына жалғаймадым ғой. Мен енді қазір жалғадым. Витай, мынау жаңа клапан ғой. Бұл жаңа Toyota'нікі. Toyota Land Cruiser 200-4.7 жаңа объемі да. Мен енді осыны біз қазір мына құрылғымен тексереміз. УДВ 5А жаңадан шыққан ең соңғы. Мына осыған қазір мен бір шолу жүргізіп жатырмын сіздерге. Бұл өте керемет, кішкентай болғанмен өте керемет құрылғы автоэлектриктерге. Бұда барлық мынаны мысалы қалай тексереміз? Тексеру үшін осыны мысалы қазір міне көресіздер. Мына кнопкасы бар, қосу деген, мына қосу кнопкасын басамын. Ары қарай енді қарап отырсаңыздар, мына несін полосасын өзгерту арқылы бізде амплитуда дейді, сосын кейін барып мынау несін частотаның арасын өзгерту арқылы сол арқылы қазір мынаны жылжығанын көреміз. Мұны қарап отырыңыздар, мен мына жерден қазір басамын, сол кезде өзгереді бұл. Мына өзгеріп жатыр ғой. Міне қазір мынаған қарасаңыз бұл өзгереді, жылжиды. Міне қарасаңыз жылжып жатыр, көріп отырсыздар ғой. Енді минусқа қарай бассам, бұл бері қарай жылжиды. Міне көрдіңіздер ме? Міне осылай ол жүріп отырғаны жүріп жабылды. Осы арқылы біз бұның толық жабылғаны қазір міне басайын мен. Мына май өтетін жерлер ғой. Мына клапандар соны осыны ашады. Мына ашып жатыр, көрдіңіздер ме? Міне ашты. Енді қазір бері қарай не қылсақ, былай қарасақ, минусқа басатын болса, мына приборы мына минусына. Мынаны жауып жатыр. Көрдіңіздер ғой. Мына осы арқылы мына қалай жұмыс істейтін бір қалыпты. Бұл жерде жағы тұрып қалмау керек та, бір қалыпты жұмыс істеу керек бұл клапан. Қазір клапан өте жақсы жұмыс істеп жатыр, ешқандай бұған претензия жоқ. Енді құрылғыны келесісін тексеруге болады. Міне келесіде мынау сигнал, шим сигнал дейді бұл. Бұның не қасиеті бар? Бұл сигнал арқылы біз мысалы керекті қазір осциллографты қосам, мен бұған кейін тоқтайын, қазір бұған тоқтамай қояп, бұдан кейінгісі мынау мотор драйв дейді. Мотор драйвтың бір керемет жері бұның. Бізде холостой ход деген білесіздер ғой, бәріңіздер де жақсы білесіздер. Мына датчик холостой ход деген бар. Осы датчик холостой ходты тексергенге жақсы. Бұны тексеру өте қиындау болады. Автоэлектриктерге 2 обмоткасы болады. Міне екі жағында 2 обмотка. 4 штекер ғой өзі. 4 штекер, 2 обмоткасы болады да, бұда 2 обмотка. Бұны тексеру өте қиындау. Сондықтан осыны біз тек мына осы құрылғы арқылы, УВД 5А арқылы тексере аламыз. Қазір бұны көрсетейін. Өшіре тұрайын мен бұны. Сосын сіздерге қосқаннан кейін барып көрсетемін. Бұның енді бұл тексеру үшін мынау жанында бөлек штекері бар. Ол бөлек штекерге міне өзі арнайы разъем бар міне, көріп отырсыздар. Осыны тығу арқылы тексереміз бұны. Қазір көресіздер. Өшіре тұрайын бak.